Бүгінгі дәрістің тақырыбы шап өзегі. Талқылайтын сұрақтарымыз: шап үшбұрышы, шап өзегі, оның қабырғалары және тесіктері, шап аралығы, түсінігі, шап жарықтардың патогенездегі маңызы, шап өзегінің бетке және терең сақиналары, қиғаш және тік шап жарықтары туралы түсінік, клиникалық есеп. Жаңа айтылған түзілістер мықын шап аймағында орналасады. Бұл аймақ туралы алдындағы лекцияда мәліметтер қарастырылған. Шап үшбұрышы ригонум ингвинали. Автор бойынша Гессельбахи. Хирург үшін бұл шап өзегінің артқы қабырғасының әлсіз аймағы, анатом үшін сыртқы және ішкі құрылымдық жоспарларды байланыстыратын маңызды морфологиялық ориентир. Шап үшбұрышының тұрақты шекаралары бар: жоғарғы латеральды шекарасы, төменгі және медиалды шекарасы. Жоғарғы латеральды шекарасы шап баламның сыртқы және ортаңғы үштен бірінің шекарасының іштен тік бұлшықеттің латеральды жегімен қиылысқанға дейін жүргізілетін горизонтальды сызық. Артерия et vena epigastrica inferior деңгейінде. Медиалды шекарасы тік бұлшықеттің сыртқы жиегі. Төменгі шекарасы шап баламы. Шап үшбұрыш аймағы шап аралығы мен шап өзегі өтеді. Шап үшбұрышы, шап өзегі, кешірерсіз, 4 қабырғадан тұрады: алдыңғы, жоғарғы, артқы және төменгі. Алдыңғы қабырғасын құрайтын мускулус обликвус абдоминистің апоневрозы. Жоғарғы қабырғасын құрайтын екі бұлшықеттің бос жиегі мускулус трансверсус абдоминис, іштің көлден бұлшықеті, мускулус обликвус абдоминис интернус, іштің ішкі қиғаш бұлшықеті бос жиегі. Арт қабырғасын құрайтын фасция трансверса, көлден фасция. Төмен қабырғасын құрайтын шап баламы, лигаментум ингвинали. Схема ретінде қарастырсақ, алдыңғы қабырғасы, төменгі, артқы және жоғарғы. Шап аралығы. Шап аралығы дегеніміз пациум ингвинали. Бұл саңылау тәрізді кеңістік. Жоғарғы қабырғасы бұлшықеттер, төменгі қабырғасы шап баламы. Ішінде өтетін шап өзегі мен шәует бауы. Қысқаша айтқанда, бұл шап өзегінің жоғарғы және төменгі қабырғасының арасында пайда болған кеңістік, анатомиялық кеңістік. Шап аралығының пішіні мен өлшеміне қарай жіктелуі. Сопақша түрде болады: саңылау тәрізді, сопақша саңылау және үшбұрышты. Өлшем бойынша тар, орташа, кең. Клиникалық маңызы: шап аралығының пішіні мен көлемі артқы қабырғаның беріктігіне әсер етеді. Кең және биік шап аралығы болған кезде шап жарықтың дамуы қауіп арттырады. Соның ішінде үшбұрышты шап кеңістік жиі шап жарығына әкеледі. Қысқаша айтып кетсек, клиникалық тұрғыда шап аралығы бұл жарық түзілу аймағы, ал шап өзегі жарық және шәует бауы өтетін жолы. Шап өзегінің бетке сақинасы анулус ингвиналис суперficialis сыртқы қиғаш бұлшықеттің апоневрозынан түзілген. Баршамызға мәлім, шап баламы сыртқы қиғаш бұлшықеттің апоневрозынан пайда болады және медиалды бөлігінде екі аяқшаға бөлінеді екен: крус медиали, қасаға симфиздің жоғарғы жиегіне бекиді, крус латерали, қасаға төмпешігіне бекиді. Сырт жағынан екі аяқшасы доға тәрізді аяқша аралық талшықтардан фибра интеркруралис
бекітіледі. Ішкі жағынан иілген байлам, қайрылған байлам басқаша аталады. Немесе лигаментум рефлексум автор бойынша галезий шап сақинасының ішкі және артқы жағынан шектейді. Бұл байлам латеральды аяқшасынан басталып, тік бұлшық еттің қынабының алдыңғы жапырақшасына қарай өтетін ерекше байлам. Сонымен шап өзегінің бетке сақинасы сыртқы кыгаш бұлшық еттің апоневрозынан түзіледі. Шап өзегінің терең сақинасын қарастыру үшін алдыңғы құрсақ қабырғасының ішкі бетін қарастыру керекпіз. Суретте берілгендей, париеталды ішастардың қатпарларымен және олардың арасында шұңқырлар берілген. Плика умбиликалис медиана тақ қатпар. Қуықтың жоғарғы жағынан кіндікке дейін созылатын бітісіп кеткен несеп шығару өзегін урахус жауып жатқан перитонеалды қатпар. Плика умбиликалис медиалис жүп қуықтың бүйір бетінен кіндікке дейін созылатын облитерацияланған артерия умбиликалис үстіндегі қатпар. Плика умбиликалис латералис бұл да жүп артерия эдвена эпигастрика инфериор үстінде париеталды ішастардың қатпары. Осы қыртыстардың немесе қатпарлардың арасында үш жүп шұңқыр түзіледі. Қуық үстілік шұңқыр фосса субправизикалис, кіндіктің ортаңғы қыртысы мен медиалды шап қыртысы арасында орналасқан қуық үстілік жарықтар шығатын жері. Медиалды шап жарығы медиалды және латеральды шап қыртыстардың арасында орналасқан тік шап жарығы шығатын жер. Ал латеральды шап шұңқыры фосса ингуналис латералис бұл шап сақинасының шап өзегінің терең сақинасына сәйкес келеді. Ол арқылы кыгаш шап жарығы шығады. Сонымен шап өзегінің екі тесіктері бар, екі сақинасы. Беткей тесігі арқылы әйел адамдарда жататын жұмыр байламы, ер адамдарда шәуіт шылбыры өтеді. Бұл іштің сыртқы кыгаш бұлшық еттің апоневрозындағы саңылау. Ал ішкі терең сақинасы анулус ингуналис профундус төменгі құрсақ үсті артериядан артерия эпигастрика инфериор латеральды орналасады. Енді шап аралығының, шап өзегінің және ұрық бауы қабықтардың құрылысын жеңіл түсіну үшін аталық бездің эмбрионалдық түсу процесін еске түсіру керек. Аталық бездің түсу процесі descendus testis бірінші кезеңнен тұрады. Эмбрионалды кезеңде аталық безі құрсақ арты кеңістікте орналасады. Сонымен қатар ұма қалыптасады. Процессус вагиналис түзеледі. Бұл коллаген фасса мен париеталды ішперде қынаптық өсінді томпайып шығады. Губернакулум тестис аталық бездің өткізгіші қалыптасады. Аталық бездің төменгі полюсының ұмаға созылатын эмбриональды дәнекер тінді құрылым. Түсу кезеңдеріне келетін болсақ, 5 айда терең шап сақинасына қарай жылжиды аталық безмен. 7 айда
Алдыңғы құрсақ қабырғасы арқылы өтеді де шап өзегін қалыптасады. Ал 9-шы айда ұмаға енеді. Туғаннан кейін қынаптық өсінді процессус вагиналис бітеледі, облитерацияланады. Ал аталық бездің циррозды қуысы қалыптасады, сонымен қатар қабықтары түзіледі. Фасция сперматика интерна, мускулус крематор, фасция сперматика экстерна. Осы процестің клиникалық маңызы: егер процессус вагиналис бітелмесе, туа біткен шап ұмалық жарық дамиды. Және аталық бездің түсуін түсіну бұл шап өзегінің ұрық бауы қабықтарының және қиғаш шап жарығының механизмін түсінудің негізі. Тағы да бір тоқтайтын мәселе аймақтың иннервациялық ерекшеліктері. Бұл аймақты ерсендіретін екі тармақ: нервус илиоинguinalis, мықын шап нерві, және нервус генитофеморалис, сан жыныс нервісі. Нервус илиоинguinalis бірінші бел аймағын өрімнен шығады, шап өзегі арқылы өтеді, құрсақтың төменгі бөлігінде бұлшықеттерді иннервациялайды, қасақ аймағының, жыныс мүше түбін, пенис, және әйелдерде үлкен жыныс еріндерінің терісіне тармақтар береді. Нервус генитофеморалис екі тармаққа бөлінеді: жыныстық тармағы және сандық тармағы. Рамус гениталис үлкен бел бұлшықеттің бетінде орналасады, сан тармағынан медиалды орналасады. Шап өзегіне еніп, шап сақинасы арқылы өтеді де, ерлерде ұрық бауымен бірге шығады. Аталық бездің көтеретін бұлшықетті мускулус крематор иннервациялайды және ұма терісінің және санның жоғарғы медиалды бөлігін нервтендіреді. Әйелдерде жатырдың дөңгелек байламымен бірге өтеді, үлкен жыныс еріндерінің және бетке шап сақинасы арқылы терісін иннервациялайды. Сан тармағына келетін болсақ, нервус генитофеморалистің рамус феморалис сыртқы мықын тамырлардың латеральды және артта орналасады. Алғашында мықын фасциясының артында, кейін тамырлық саңылау алдында өтеді. Сан артериясының сыртқы және алдыңғы жиегінде орналасады. Санның кең фасциясын тесіп, сан үшбұрыш аймағының терісін иннервациялайды. Сан жүйкесінің алдыңғы терлік тармақтары және мықын шап жүйкесінің тармақтары өзара анастомоз дейді. Иннервациялардың клиникалық маңызы: бұл жүйкелердің зақымдануы нейропатия деп аталады. Шап жарығы кезінде, операциядан кейін, соның ішінде аппендэктомия, жарыққа операция жасағанда немесе жарақаттарда пайда болуы мүмкін. Нәтижесінде шап аймағында және санның жоғары бөлігінде ұю сезімі немесе ауырсынуы байқалады. Қорытынды: сонымен шап өзегі алдыңғы құрсақ қабырғасының төменгі бөлігінде орналасқан қалыпты жағдайда болады. Шап байламның медиалды жартысының үстінде іштің жалпақ бұлшықеттері арасындағы саңылау. Жүктіліктің екінші триместрінде аталық бездің түсуі процесінде қалыптасады. Ерлерде ұзындығы 4-5 сантиметр. Әйелдерде сәл ұзындау, бірақ ерлермен салыстырғанда тарлау болады. Қиғаш бағытта жүреді, жоғарыдан төмен, сырттан ішке және арттан алға қарай. Пішіні дұрыс емес сопақша. Ұзындығы өлшемі
2-3 сантиметр, көлденеңі 1-2 сантиметр. Сыртқы тексеру кезінде қалыпты жағдайда беткей шап сақинасы тері арқылы шынашақ ұшын өтетін болады. Әйелдерде беткей шап сақинасының өлшемі ерлерге қарағанда 2 есе кіші. Сонымен шап жарығы іштің алдыңғы қабырғасының әлсіз жері болып есептеледі, және осы өзек арқылы жарықтар пайда болады. Жарықтар дегеніміз ішкі ағзалардың париеталдық ішпердемен қапталған, табиғи немесе жүре пайда болған тесіктер арқылы сыртқа шығуы. Шап жарығына келетін болсақ, герния ингвиналис алдыңғы құрсақ қабырғасының әлсіздігі салдарынан ішкі ағзалардың соның ішінде ішек илмектері, шарбы майы және тағы да басқа мүшелер шап өзегі арқылы шығуы. Шап жарығының 2 түрі болады: қиғаш шап жарығы және тік шап жарығы. Қиғаш шап жарығы герния ингвиналис обликва жиі туа пайда болған болады, жастарда дамиды. Шап өзегінің алдыңғы қабырғасының әлсіздігі кезінде пайда болады. Жарық қапшығы латеральды шап шұңқыры арқылы шығады. Шап өзегінің бағытын қайдалайды. Ұрық бау элементтері арасында орналасады. Қабық ішілік омаға дейін түсуі мүмкін. Төменгі құрсақ үсті артерия эпигастрика, вена эпигастрика инфериор осы веналардан сыртта орналасады. Сыртқы ұрық фасция мен фасция кремастика экстерна, кремастер бұлшықетімен және оның фасциясымен мускулюс кремастер, фасция кремастерика, ішкі ұрықтық фасция мен фасция сперматика интерна қапталған. Тік шап жарығына келетін болсақ, герния ингвиналис ректа жүре пайда болған болады және ересектерде жиі дамиды. Шап өзегінің артқы қабырғасының әлсіздігі кезінде пайда болады. Жарық қапшығы медиалды шап шұңқыры арқылы шығады. Ұрық бауынан тыс, оның ішкі жағында орналасады. Омаға түспейді. Көлденең фасциямен қапталған. Төменгі құрсақ үсті артерия мен венаның ішкі жағында орналасады. Сонымен еске сақтайтын хирургия кемелдікке жеткізілген анатомия, ал клиникалық ойлау тәжірибеде қолданылған анатомия. Сіздің назарыңызға клиникалық есеп берілген өзіндік дайындалуына арналған осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.